Азамат, өзің қалай, денсаулық қалай? Курлы-мурлы. А что это значит? В смысле, а у тебя что-то значило? Я просто думал, что мы прикалываемся. Қазақ тілінде сөйлеген адамға осылай әзіл айтқан атақты ресейлік әзілкеш Азамат Мұсағалиев бұл. Енді оның басы тағы бір дауға қалды. Бұл бізге Камызяки КВН командасы, толк-шоуы, «Однажды в России», «Я себя знаю» сияқты жобалар арқылы жақсы таныс комик. Украинадағы соғыс басталғалы жақ ашпаған әртіс ақыры өз көзқарасын білдірді. Мұсағалиев Ресейдің Украина жерін оккупациялауын қолдайтыны белгілі болды. Ұлты қазақ әртіс пен оның командасы Донбастағы концертте соғысты қолдап ән шырқағаны желіде кең тарады. Бұлар өнер көрсеткен шара өңірдің нацистерден азат етілгеніне 80 жыл толуына орай өткен. Көп ұзамай Азамат Мұсағалиев украиналық миротворец ресурсының базасына енгізілді. Бұл базаға енгізудің себебі деп сайтта оның орыс фашистік басқыншылардың қолдаушысы және Ресей билігінің қылмыстарына қатысушы деп жазылған. Артынша желіде қазақстандықтардың да наразылығы байқала бастады. Әртістердің Астана мен Алматыда өтетін концерттеріне бойкот жариялау туралы үндеулер пайда болды. 12 қыркүйектегі жағдай бойынша Алаш онлайн сайтында жарияланған петицияға қол қойғандар 10 мыңнан асып жығылды. Сол арада Мұсағалиев Инстаграмдағы парақшасына пікір жазу мүмкіндігін алып тастады. Бір қызығы, сол Инстаграмда тура соғыс басталған 2022 жылдың 24 ақпанынан кейін ертесі Мұсағалиев бейбітшілікті қолдаймын деген пост жариялаған. Ал 1,5 жылдан кейін ол ақш-қа да, Германияға да баллистикалық зымырандармен сес көрсетіп, ән айтатынын кім білген. Бұл Мұсағалиев Камызяки командасының мүшесі Вячеслав Макаровпен 2017 жылы шығарған әні екенін айта кетейік. Ресейдің мемлекеттік телевизиясының қазіргі уақыттағы ең танымал тұлғалары Азамат Мұсағалиев пен Денис Дорохов осылайша Z әлемге еніп бейбітшілікті жақтаған интернет қауымның нөмірі 1 жағымсыз адамына айналды.